1970 жылдары ЦРУ сананы басқару, медитация, адамның сенсорлық қабілетін арттыру туралы сол бағытты зерттеп, оған миллиондаған ақшалар жұмсаған. Оның барысында адамның санасын кеңейту арқылы өмірін өзгертуге бола ма деген сұраққа қысқаша иә деп жауап береді. Бірақ бастапқыдағы ЦРУ-дің мақсаты экстрасенсорлық қабілеті бар тыңшыларды дайындау болатынды. Бірақ бұның процесінде кез келген адам санасын өзгертіп, кеңейтіп, жалпы санасын қайтадан программалау арқылы өмірдің қазіргі реальності өзгертуге болады деген пайымға келеді. Гетвей бұл Монро институтының арнайы жазылған таспалар жиынтығы. Ол шамамен 60 жылдары жазылған, бірақ сол 70 жылдары ЦРУ осының бәрін қолданып, өте сондай күшті сверхъестественный результаттарға жеткен. Ол ЦРУ өзінің результатын 1883 жылы жариялаған. Құпия, осы уақытқа дейін құпия ретінде сақталып келіп, сол ақпарат жарияланған. Бірақ ешқандай жерде ол орысша, қазақша ешқандай мәлімет мен таппадым, тек мен ағылшынша нұсқасын таптым. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл таспада әртүрлі дыбыстық деңгейде, әртүрлі герц. Құлағыңызға екі түрлі осындай дыбыс келеді. Ал ол дыбысты біздің миымыз қабылдамайды екен. Сонда олардың тек қана үшінші дыбыс ретінде қабылдайды екен біздің миымыз. Мысалға, бізге 140 герц дыбысты құлағымызға былай қоятын болса, 140 и 120. Біздің миымыз оны қабылдамайды. Біздің миымыз оны 20 герц ретінде қабылдайды екен. Сондықтан жоқ дыбысты біздің миымыз қабылдап тұр. Осы арқылы біздің миымыз медитативті состоянияға оңай түседі. Және оның ішінде управляемая медитация дейді ғой, сізді направить етіп белгілі бір состояниядан өткізетін сондай медитациясы тағы бар. Енді оның ішінде белгілі бір деңгейлерге бөлінеді екен. Бірінші деңгей фокус 10, екінші деңгей фокус 12, фокус 15 деген сияқты. Бірақ сізге, енді маған фокус 10, яғни бірінші деңгейін жасағанның өзі өте жеткілікті. Өйткені бұның өзі өте көп нәрселерді жасай алатын боласың. Медитацияны өзіңізді нашар сезініп, бір жалқаулық күйіп, көңіл күйіңіз болмаған кезде жасап көріңіз деп кеңес береді. Ондай кезде ең бірінші жасаған кезде ойыңызға үлкен мынандай қорапты қоясыз, шығарасыз да, барлық проблемаңызды, барлық қобалжуыңызды, ішіңіздегі неге уайымдайсыз, бүкіл затты соның ішіне ойша саласыз. Сосын аузын қатты қылдырып жауып, ары қарай қойып тастайсыз. Сөйтіп өзіңіздің фокусыңыз өзіңіздің денеңізге беріп бастайсыз. Енді міндетті түрде бізге ұсынады защитный шар деген бар. Соны жасауды. Защитный шар дегенді біз күнделікті өмірде кейбіреуіміз оны бейсаналы түрде жасаймыз. Өзіміздің деңгейімізде жасай аламыз. Ал бұл бойынша жасау ол басқа деңгейге өту. Егер сіз ондай басқа деңгейге өтуге дайын емес болсаңыз, бұл қалыпты жағдай, онда тұрған ештеңе жоқ, дайын болмасаңыз жасамаңыз. Біз ол шарды қалай жасаймыз? Негізгі біз медитацияны қалай жасау керек екенін білеміз ғой. Шамамен сондай болып кетті. Енді ойыңызда өзіңізді осындай үлкен шарменен, энергетикалық шармен қоршайды екенсіз. Кәдімгідей қоршайсыз, и сол сізді былай қорғап тұрғандай сезінесіз. Ол шарды тек қана медитация жасаған кезде емес, кез келген кезде былай қоса алатындай болу керексіз. Ол энергетикалық шар сізді көп жерден қорғайды. Мысалға, қандай да бір жаман оқиға болды, қандай да бір адаммен қатты ұрсысып қалдыңыз, негативный адамдар айналаңызда болған кезде сіз ойша өзіңіздің шарыңызды былай құрып алыңыз. Энергетикалық шар сізді қорғап тұр деп ойлап, сол кезде шын мәнінде бұл нәрсе қорғайды. Және бұл шарды сіз өзіңіздің жақындарыңызға, кімге уайымдайсыз, мысалға, соған ойша жіберуіңізге болады. Мысалға, мен өз баламды ойнауға жібергенде кішкене уайымдап тұрам да, сондықтан ойша шамамен былай шар қорғап тұр деп ойлап, мен өзім солай жіберемін. Мынау Гетвейдің өзінің таспасы болса, сосын оның өзінің аффирмациясы бар. Бұнда аффирмация: я больше, чем мое физическое тело. Яғни бұл жерде айтайын деп тұрғаны, физикалық тұрғыда біз белгілі бір жерге тәуелді орнымыз болса, энергетикалық тұрғыда біз шексізбіз. Сондықтан яғни бұл жерде энергетикалық тұрғыда айтып тұр. Гетвей медитацияларын жасау арқылы өте күшті результатқа, жаңағы экстрасенсорлық қабілетке ие болған, және мысалға үйде отырып ол адам медитация жасап қойған кезде басқа бір жақта болып жатқан оқиғаны сезіп, көріп, біліп отыратын дәрежеге жеткен адамдар бар екен. Бірақ мен енді ондай дәрежеге жеткен жоқпын. Егер сіздерге қызық болса, басқа деңгейлері, мысалға фокус 12, фокус 15 деген қызық болатын болса, сіз оригиналын толықтай
оқи аласыз. Егер сізге бұл мәлімет керек болса, комментарийға жазсаңыз болады, мен сізге жіберемін, немесе ссылкасын жіберетін боламын. Ағылшынша нұсқасын таптым. Енді біреулеріңіз мүмкін оны аударып оқысаңыздар да керемет дүние. Соны оқып көріңіздер. Енді ютубта қазір көптеген осындай дыбыстық медитациялар бар. Әртүрлі герцтары жазылып тұрған, әртүрлі мақсатта. Ал гейтвейді тыңдағыңыз келсе, ютубта да бар. Сонда жаңағы дыбыстардың жиілігі адамның миының толқындарына әсер етіп, сол арқылы адамның миы босаңсыған күйге енеді. Босаңсыған күй дегеніміз біздің альфа, немесе тета, дельта біздің күйлеріміз. Ол күй кезде сіздің ойыңызға, миыңызға келген кез келген сөз, ой, санаңыздағы кез келген зат сіздің түп санаңызға барып орнығады. Яғни сонда сіздің ойыңыз, миыңыз, денеңіз жаңадан программаланып жатыр деген сөз. Сіз өзіңіз жаңадан құрып жатырсыз. Негізі ютубта әртүрлі дыбыстық медитациялар көп. Оларды да өзіңіздің мақсатыңызға қолдануыңызға болады. Өйткені көбінесе біз қандай дыбыстық медитацияны пайдаланамыз? Көбінесе бізге 13-тен төменгілер. Өйткені 8-ден 13 герц аралығында бұл бізде альфа состояниені шақырады. Бұл дегеніміз ұйықтар алдында бір кез болады ғой. Ұйқыңыз келеді, бірақ денеңіз әлі сергек, бірақ ұйқыңыз келіп тұр. Немесе таңертең тұрған кездегі ұйқыдан енді ояндыңыз. Осы кездегі состояние бізде альфа состояние. Сол кезде біздің миымыз көп нәрсені, подсознаниеміз қабылдауға дайын тұрады. Сосын келесі 8-ден 4 герц аралығында бұл тета состояние, бұл сіз ұйықтап жатырсыз, ұйықтап жатқан кездегі. Одан кейін 4-тен кіші жиіліктер дельта состояние, ол сіз уже ұйқының ішінде түс көріп жатырсыз. Сол кезде миымыздың жиілік диапазондары осындай болып өзгереді екен. Сіздермен бірге болған мен Ақерке, осылай өзіміздің мүмкіндіктерімізді пайдаланудан шаршамайық, осылай әрқашан бірге дами берейік. Пока.